14-ші есеп. Егер А тең 12 дециметр, Б тең 3,5 дециметр болса, боялған бөліктің ауданын табыңыз. Біз міне алдымызда тік төртбұрышты көріп тұрмыз. Мұнда Б қабырғасы берілген және 0,5 А, 0,5 А деп бөлінген. Енді қарайық. Бізде мынау қабырғасы Аға тең, яғни ол 12 дециметр. Және мынау қабырғасы Б-ға тең, ол 3,5 дециметр. Енді бізге боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Бізде мынау бөлік боялған бөлік. Осы бөліктің ауданын табу үшін, мысалы, былай қарайық. Бізде ол берілген үшбұрыш, ол тікбұрышты үшбұрыш. Яғни ол тік төртбұрыштың жартысы. Егер біз осыны осылай толтыратын болсақ, үзік сызықтармен толықтыратын болсақ, онда ол тік төртбұрыштың жартысы болады. Мына жерде де дәл солай біз осылай сызықтар түсіретін болсақ, онда ол бір тік төртбұрыштың жартысы сияқты болып қалады. Яғни жартысы боялған, жартысы боялмаған. Енді осы сол жақтағы тік төртбұрышты нақтырақ қарайық. Міне мұндай тік төртбұрыш берілген және оның жартысы боялған. Бұның 0,5 А деген А-ның жартысы, яғни мынау 6 дециметр. Ал мына жағы 3,5 дециметр. Енді бізге осы боялған үшбұрыштың ауданын табу үшін барлық тік төртбұрыштың ауданын тауып 2-ге бөлсек жеткілікті. Себебі ол оның жартысы, яғни үшбұрыштың ауданын табу үшін тік төртбұрыштың ауданын 2-ге бөлу керек. Демек, біз оны былай шығарамыз. Ауданын табу үшін енін ұзындығына көбейтеміз. 6 көбейтілген 3,5 және оны 2-ге бөлеміз. Бұл жерде 2 мен 6 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 3. 3-ті 3,5-ке көбейтсек, ол бізге 10,5 дециметр квадратты береді. Яғни нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.